Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге жұмсақ, дәмді пирожки рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші қамырын дайындаймыз. Жылы суға тұз, қант қосамыз, ашытқы қосамыз, қажетінше ұн қосып, нан илеп, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Начинкасына қажет болады суға піскен картошка, қуырылған пияз, шамалы сары май, дәміне қарай тұз бен бұрыш. Келесі кезекте ашыған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Оны үлкен емес, кішкене дөңгелек етіп жаямыз. Барлығы видеода көрсетілгендей, оның ішіне начинкамызды салып, түйеміз. Барлығын түйіп болғаннан кейін оның бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз, үстіне күнжіт сеуіп, духовкада 180 градуста пісіріп аламыз. Біздің пирожкилеріміз дайын, жұмсақ, дәмі де өте керемет болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.